Бердібек Соқпақбаев, 16 жасар чемпион. Ұлжан шешеміз 8 жасар баласы Мұратпен екеуі шай ішіп отыр. Аласа дөңгелек стол тізерлей отырған Мұраттың көкірегінен келеді. Ол шайынан ұрттап жатып, қарсы алдында отырған шешесіне көзінің астымен қарап қояды. Іш дейді шешесі, тойып ал шырағым. Мұрат 2 кесе шай ішті де, тойдым деп орнынан тұрды. Ұлжан шайын ұзақ ішті. Ол кісінің шайды ұзақ ішуі Мұратты жалықтырып жіберді. Шешесі әрі қарап әлі шай ішіп отыр. Есік ол кісіге бір қырын болатын. Мұрат жүрген дыбысын білдірмей ептеп басып есікке барды. Шешесі оны байқаған жоқ. Мұраттың есікті білдірмей ашқысы келді. Екі көзі шешесінде болып, иығымен итеріп көріп еді, есік ашыла қоймады. Одан гөрі қаттырақ итеріп қалғанда есік шиқ етті де ашылып кетті. Ұлжан шешеміз жалт қарағанда зымырап жөнелген Мұраттың өкшесін ғана көріп қалды. Есік тарс етіп қайта жабылды. Мұрат жүгірген бойы Садықтың үйіне келді де оны тысқа ертіп шықты. Олар футбол ойнап жүрген балаларды іздеуге шықса да, Мұрат оларға барғысы келмей басқа жаққа сүйреледі. Солдаттар ойнап жатыр, солардың қасына барып ойындарын көрейік деді ол Садыққа. Жүр деді Садық та оны қуана қостап. Ауылдан жоғары сайдың ішінде шекаралық застава бар болатын. Мұрат пен Садық ат ойнатып жатқан әскерлерді көреміз деп заставаға келді. Ол екеуі заставаның қасындағы алыстан қарағанда төңкерген қазандай көрінетін төмпешіктің үстіне шыққанда футбол ойнап жүрген балалардың да осылай қарай келе жатқанын көрді. Дабырлап сөйлесіп олар жүгіре басып келеді. Шекарашылардың шыбық шапқаны, ат қарғытқаны, шауып бара жатып ат үстінде әртүрлі қимылдар жасауы балаларға қызық көрінетін. Олар мына төбешіктің үстінде тұрып, бұдан бұрында талай рет тамашалап қараған. Сол әдетінше төбешіктің басына бір топ бала жиналып қалды. Ақбоз аты ойнақшы, қолындағы жалаң қылышы мен фуражкасының күнқағары жарқылдап, заставаның начальнигі тебініп қап шаба жөнелгенде, Николай Трофимович, начальниктің өзі деп балалар өзара сыбырласты. Ақбоз атты начальник ағызып бара жатып, оңды-солды қылыш сермегенде жол шетіндегі шолақ бағандарға қадап қойған көк шыбықтар дір ете де алмай, қиылған бойында шаншыла түсіп жатыр. Ол бір шыбықты да қалдырмай турап өтті. Қандай тамаша деді Мұрат. Солдат болған жақсы ғой. Қасында тұрған Садық оған: сені әскерге ала қоймас деді. Осыны айтып, ары бұрыла берген Садықты Мұрат иығынан тартып қалып: неге деді. Өйткені әскерлер дәу-дәу, Садық дәу-дәу деген сөзді айтқанда иығын көтеріп, екі қолын ұшатын құстай қомдап қойды. Сен кішкентайсың, арықсың, 2 күннің бірінде ауырып қаласың. Мұрат нәзік бала болатын. Бүкіл денесіндегі сүйкімді жері қарақаттай мөлдіреген отты көздері ғана. Жіңішке мойны глобусқа ұқсайтын домалақ басын зорға көтеретін сияқты. Шешініп отырғанда қараса, қабырғалары мен төс шеміршектері терісіне ғана жабысып тыржиып тұрғанын көресің. Қандай киім алып берсе де иығы салбырап түсіп кетеді. Қандай шалбар тігіп берсе де белі кең келеді. Садықтың сөзіне Мұрат намыстанып, өз денесінің Садықтай толық, кесек болмағанына іштей кейіп қалды. Сені ала ма әскерге деді ол. Мені алады, мен сенен үлкенмін, күштімін. Мұрат өкшесін көтеріп, мойнын созып: екеуміздің бойымыз бірдей ақ қой деді. Күресесің бе ендеше деді Садық алақанына түкіріп. Мұрат өзін ешкімнен кем санамайтын, жүректі батыл еді. Тәуекелшілділігі мен намысқойлығы да бар болатын. Күрессек үстіміз былғанады, қол қысысайық деді ол. Екеуі шап ұстаса кетті. Садықтың әлді жұмыр саусақтары Мұраттың шидей саусақтарын сығымдап ауыртып жіберді. Қатты ауырсынған Мұрат ойбайлап жібермеу үшін бүгіліп тістеніп алған. Күнқағары салпаң-салпаң еткен сары кепка киген домалақ бет семіз достай араға түсті. Ол Садықты көкірегінен ары итеріп жіберді де Мұратқа бұрылып: Садық сенің саусағыңды күйретіп жіберер деді. Тұтығып сөйлейтін Сәлімжан достайдың қолынан тартты. Өз жөніңмен тұр, сен Садыққа болыспай-ақ қой, Мұрат одан жеңілмейді. Садықтың жасы үлкен деді даңғырлап қатты сөйлейтін қысық көз сары Махмұт. Кім айтты оны саған деді Садық іле сөйлеп. Мұрат екеуміз түйдей жастымыз. Одан да күресіңдер деді достай. Сол дұрыс, қане күресіңдер деп балалар шулап кетті. Садық күресейік дегенде ыңғайлана берді. Ал Мұраттың күрескісі келмей жансызданып қалған саусақтарын ашып жұмып тұрған. Бірақ балалар болмады. Ойлануға мұршасын келтірмей, екі бала екі қолынан ұстап, енді біреулері артынан итеріп, Садық пен екеуін еріктеріне қоймай құшақтастыра салды. Садық пен Мұрат ұстаса түскен соң өзге балалар ортаны ашып кейін серпілді.
Сөйткенше болған жоқ, тырмысқанына қоймай Мұратты үйіріп әкеліп садық жерге топ еткізді. Балалар заставаның қасындағы төбешіктің үстінде отырып, солдаттардың ойынын тамашалап қараумен болды. Аспанды бұлт торлап түнере бастағанын олар аңғарған жоқ. Ызғырық желге арқаларын төсеп отыра берді. Жер мен көктің арасын тұтастырған қою қара бұлт тынысы тарылып төніп келеді. Түнек шымылдығын жалт ете түскен найзағай ғана тіліп түсіп қайта жоқ болады. Бұлт сілді, екпінді. Тал түс ымыртқа айналып барады. Күн жауып келеді, деді Мұрат. Сол кезде күн күркіреді. Шулап тұрған балалар зуыл жаққа қарай тұра жүгірісті. Үйде отырған Ұлжан күннің күркірегенін естіп тысқа шықты. Көрші кемпір тезегінің үстіне киіз жауып жатыр екен. Жауын нөсерлеп құйып кетті. Жеңеше-ай, қайтемін, деді Ұлжан. Мұратым ертеден бері жоқ. Көйлек дамбалшаң еді, суық тиеді-ау. Ұлжан үйдің үстіне шықты. Айналаға көз салып еді, көшедегі адамдар үйлеріне жүгіріп кіріп жатыр екен. Біреулер жаюлы тұрған кірлерін асығыс жинап жатыр. Бірнеше бала үйдің артынан жүгіріп өтіп барады. Ай, балалар, Мұратты көрдіңдер ме, деп дауыстады Ұлжан. Аналар естіді ме, жоқ па, жауап қатпады. Жаңбыр лезде күшейіп, қатты нөсерге айналды. Шелектеп құйып тұр. Мезгілдің қай кез екенін айырып болар емес. Үй төбесінен сарқырап аққан су жерді тесіп барады. Бұл көріністі тамашалаған балалар терезелерден қарап тұр. Арықтарға қызыл күрең лай су толып аға бастады. Ойпаңдау жерлермен де сарқырап су ақты. Осының бәрі 5-6 минуттың ішінде ғана болды. Нөсер саябырлады. Күңгірттеніп кеткен төңірек жадырап ашыла бастады. Қарсыдағы үйдің керегесіне алашы бар бұлттың жыртығынан сығалаған күннің сәулесі түсті. Нөсер басылды. Жердің беті жадырап, жаңа естеніп қалды. Су әлі ағып жатыр. Тобын жазбаған қара бұлт шығысқа қарай жөңкіп көшіп барады. Бірақ көкті қанша торлағанмен арты ыдырап тарамдала бастағандығы байқалады. Мұрат жалғыз жүгіріп келе жатыр. Өзге балалар озып кеткен. Мойнынан су сорғалап, қалтырап келеді. Бетінің түгі үрпиіп, қарнының да әбден ашқандығын жаңа сезіп тамсанып қояды. Қара жолдың үсті сабынша езіліп, батпаққа айналған. Бір рет тайғанап кетіп, Мұрат жамбастап жығылып түсті. Бір жақсаны батпақ болып былғанып қалды. Ол енді жолдың шетімен жүрді. Әбден тынышы кеткен Ұлжан тағы да тысқа шығайын деп табалдырықтан аттай бергенде Мұрат оған қарсы жолықты. Ойбай, шырағым-ай, деп ол судан шыққан тышқандай үрпиіп қалшылдап тұрған баласын көтеріп алды. Мұрат 3 күннен бері ауру, еті күйіп жанып, екі беті қып-қызыл болып балбырап төсек тартып жатып қалды. Бұрында тамаққа нашар еді, енді мүлде ішуді қойды. Ұлжан сусынын аузына тосып, күндіз-түні оның жанынан шықпайды. Жолаушы кеткен Батырбай қария колхоздың белгілі бақшашысы бүгін келді. Есіктен кірген бойда төсекте жатқан баласын, қасында отырған өңі сынық Ұлжанды көріп шошып кетті. Мұрат жайша жатыр ма? Кеудесін кере бір күрсініп алып, қайдан жайша болсын, деп бастады да Ұлжан Мұраттың ауруға шалдығу себебін баяндап берді. Батырбай қария алақанын баласының маңдайына басып, біраз отырды да басын шайқады. Дәрігерге көрсетпесе болмас. Мұрат Батырбай қария мен Ұлжанның сүт кенжесі. Кәрі әке-шешеге ол өте аяулы, көздерінен таса еткілері келмейді. Мектепке түскенге шейін Мұрат семья өмірімен ұзақ шыға алмай келді. Қарт ата-ана үйде ойна деп оны көкбайлай беретін. Есік алдына шықса болды, бірі қуа кегі көтеріп үйге алып кіріп кететін. Суық тиеді, сыз өтеді, шаншу қадалады деген сияқты толып жатқан қауіптерді төндіріп, қатты сақтанушы еді. Алдыңғы жылы күзде әке-шешесі Мұратты оқуға берді. Мұрат жақсы үлгеріп оқып кетті. Қазір ол 2-ші класста оқып жүр. Сабақтан қалмауға тырысады. Іске мойын ұсынып, алаң болған адамдай-ақ мектепке барарында ерте оянып, тез киініп қамданады. Батырбай қария мен Ұлжан кейбір қатты жауында немесе қарлы боранды күндері Мұраттың сабаққа баруына да тежеу салып, бүгін бармай-ақ қой деп оны мұндай күндері қия бастырғылары келмейтін. Қыс бойы Мұрат өзге балалардай сырғанақты да еркін тебе алған жоқ. Әсіресе жас шыққалы ойнап жүрген балаларды көріп, жаңа естеніп құлпырып келе жатқан табиғатқа еліктеп үй төңірегінде жүруде мезі болады. Батырбай қария жолаушы кеткен күні Мұраттың көшеге қарай қашуы да еркін ойнап қайтатын балаларының шулағанын аса сағынғандықтан еді. Дәрігер Мұратты қарап көріп былай деді: балаларыңыздың аурушаң, арық болып өскеніне өздеріңіз айыптысыздар. Баланы жас күнінен шынықтырып, ыстықтан да суықтан да қорықпайтын төзімді ету керек. Таза ауада ойнауынан бөгет жасамаңыздар. Күнге күйіп, суға шомылып, жалаң аяқ жүрсін, одан қорқуға болмайды.
Бұрында қыңқыл-сыңқылы көп болатын Мұраттың науқасы бұл жолы ұзаққа созылып, тым азып кетті. Ол бүкіл 4-ші тоқсан бойына сабаққа бара алмағандықтан келесі жылы 2-ші класста қайта оқыды. Уақыт өте берді, Мұрат өсе берді. Ол бастауыш мектепті бітірді. Биылғы жазғы демалыстың қалай өткенін Мұрат сезбей қалған сияқты. Бірсыпыра жолдастарымен бірге пионер лагеріне жіберілген еді. Мүмкін лагерь өмірінің аса қызықтығынан да болар. Әйтеуір оқу жылының басталуын пойызды 90 жолаушыдай сарғая күткен жоқ. Батырбай қария мен Ұлжан Мұратты пионер лагеріне жібергілері келмеп еді. Жайлаудың өзі жатқан бір курорт, рахат емес пе? Демалысыңды ауылда өткіз деген олардың сөзіне Мұрат көнбеді. Ақыры қиналғандай болып тұрып, баласының лагерге баруына келісімін зорға берген Батырбай қарт: «Жақсы жүр, сәулем, ешкіммен төбелеспе, жаман сөздер айтпа, жалаң аяқ жүрме, жылан шағып алуы мүмкін, өзеннің терең жеріне шомылма» деген сияқты көп ақылын жайлап айтты да Мұраттың бетінен бірнеше рет сүйіп қала берді. Лагерде Мұрат бір ай болып, әр жағынан жетіліп, іштей де сырттай да жаңғырып қайтты. Ой сергіп, бойы өскендей болды. Көрікті табиғаттың құшағында еркін сауық сайран құрып, жаңа күш, тын жігерге молыққандай еді. Мұрат лагерден қайтып келген күннің ертесіне терезесінің тұсында бірдеме тасырлаған соң, Ұлжан сыртқа қараса, баласы жүгіріп бара жатқан адамға ұқсап, бір орында безгек қағып тұр екен. «Әкем-ау, бұнысы несі?» деп таңданды Ұлжан. Бір кезде Мұрат жүгіргенін қойды да, қолын жоғары созып, онан соң қайта төмен түсіріп, осылайша бірнеше рет қайталады. Бұнымен де тынған жоқ. Бір кезде екі бүйірін таянып, біресе отырып, біресе тұрды. Баласының бұл қылықтары шешесін әрі таңдандырды, әрі қызықтырды. Босағада жатқан калошын аяғына киіп тысқа шықты да: «Мұратжан-ау, бұның не, лагерден осыны үйреніп қайттың ба?» деді Ұлжан шешей. «Зарядка жасап жатырмын». «Ол не дегенің? Лагерде бізге күнде ертемен зарядка жасататын. Үйде де жасап тұрыңдар» деген. «Апа, бұның пайдасы зор, атам екеуіңнің жасауларыңа да болады. Қой құрып қалсын, енді қартайғанда аяқ-қолымды ербеңдетсем». «Шын айтам апа, үнемі зарядка жасап, физкультурамен айналысқан адамның денсаулығы күшті болады, ауруға да бой бермейді». Ұлжан дөңгелек столға шай жасап жатқанда Мұрат орамал, сабын, тіс порошогын алып тысқа шығып кетті. Үйдің артында арық бар еді. Арықта таудың мөлдір суық суы ағып жататын. Ертемен бақшаны аралап көріп, енді қайтып келе жатқан Батырбай қарт бүкіл кеудесін сумен жуып жатқан баласын көрді. «Мұратжан-ау, мынауың не? Шынығып жатырмын. Бүйтіп шыныққаның түссін, ойбай-ау, шаншу тиеді ғой, ай балалығың. Мұздай сумен де кісі жуына ма екен, ки киіміңді». Оқу жылы басталды. Екі өзеннің сағасында жапырақтары сарғая бастаған қайың мен теректерді бүркеніп, колхозда ауыл тұр. Біріне бірі ұқсас аппақ үйлер ұзыннан шұбап созылып кетіп жатыр. Ауылдың күнбатыс жақ шетінде қыр үстінде шатырын көк қаңылтырмен қаптаған ұзын үй алыстан көз тартады. Үлкен терезелерінің әйнектері күнмен шағылысып жалт-жұлт етеді. Бұл колхоздағы бастауыш мектеп, биыл 7 жылдық мектепке айналдырылған. Мына үй соған арнап алынды. Мектептің айналасына әзірше ағаш егілген жоқ. Мектептің оңтүстік терезе жағынан 4 гектар жер тақтаймен қоршаулы. Бұл жер мектептің паркі болмақ. Болашақ бұл парктың бір бұрышында физкультура алаңына арналған участке бар. Қазылған бірнеше шұңқырлар мен айқыш-ұйқыш ақ жолақ сызықтар, үйілген бөренелер бұл жердің қазіргі сырт көрінісі міне осындай. Осы жерде қызу жұмыс жүріп жатыр. Оқушы балалар мен қыздар бірнеше топ болып сергек, батыл қимылдап жүр. Біреулері жер қазып жатыр, екіншілері қазылған шұңқырларға бағаналар орнатып, ол бағаналардың басына баскетболдың торын бекітіп жатыр. Үшіншісі бір топ жүгіретін жолды аршып, тегістеп еңбектеніп жүр. Игілік іске құлшына жұмылған балалардың ішінде батыл, өнімді қимылы, ірі тұлғасымен көзге ерекше түсіп Николай Трофимович жүр. Осы жұмыстың бәрі соның басшылығымен істеліп жатыр. Николай Трофимович иықты келген, орта бойлы, жуан мойын адам. Ашық жүзінде қаны ойнап, қашан көрсеңіз де моншадан шыққандай болып, құлақ шекесіне дейін қызарып тұрады. Ол Ленинградтағы физкультура институтын бітіргеннен кейін армияға алынып, бірнеше жыл осы шекарада болды. Армия қызметінен босағаннан кейін биылғы жылы дене шынықтыру пәнінен мұғалім болып осында қалды. Майда сары шашы үлбіреп тұратын, талдырмаш денелі, әрқашан жүріс-тұрысының тездігімен көзге түсетін Анна Григорьевна дейтін дәрігер қыз бар еді. Николай Трофимович соған үйленді. Биыл Николай Трофимовичтің келуімен байланысты мектеп өмірінде көптеген жаңалықтар туып жатыр.
Оқушылар ғана емес, колхозшылар арасында да физкультура мен спорт ісін көркейтуді ол міндетіне алып, осы жолда табандылықпен іс жүргізуге ұйғарды. Ақылына салып, көп ойлап қараса, бірсыпыра іс қолынан да келетіндей, сол істі жүргізуге мүмкіндік те бар сияқты. Ол ең әуелі өзі бірнеше жыл қызмет атқарған шекаралық заставамен байланысуды мақұл көрді. Заставадан көп көмек күтуге болатын еді. Әуелі заставаға жаңа келген бастықпен ұзақ сөйлесіп, өз мақсатын ойын баяндады. Бұл ауданда тұратындар, деді ол, қазақтар. Қаладан да алыс, қазақ халқының өткендегісі сіз бен бізге мәлім. Физкультура мен спорттың негізгі түрлерінен бұлардың хабары әлі де аз. Бірақ қабілетті, талантты жастар мол. Николай Трофимовичті заставаның бастығы қызу қуаттап, мүмкін болғанша көмектесіп тұруға сөз берді. Николай Трофимович мектепте физкультура коллективін құрды. Мына жұмыс істеп жүргендердің көбі сол коллективтің мүшелері. Әзірше жеңіл атлетика, гимнастика және спорт ойындарының секциялары іске кірісін деп қаулы алынған. Әр секция жетісіне 2 рет жұмыс істейтін болды. Осылайша ұйымдасқан бұл коллектив алғашқы адымын мектептің физкультура алаңын жасаудан бастаған еді. Физкультура алаңы бір жетіде-ақ көз тарта бастады. Бір шетінде гимнастика алаңы бар. Онда түрлі снарядтар көрінеді. Бірсыпыра снарядтар Алматыдан әкелінген жаңа, күнмен шағылысып жалтырап тұр. Ал кейбір снарядтарды Николай Трофимович уақытша пайдаланып тұру үшін шекаралық заставадан сұрап алған. Өз кабинетінің терезесінен физкультура алаңы жаққа бағанадан бері тесіле қарап тұрған жасы 40-тар шамасындағы тапал бойлы тоқмолда кілт бұрылды да тысқа шықты. Төңірегіне жалтақтап қарағанда оның көзіне мектептің күзетшісі Сайбек қарт түсті. Сәке, деді тоқмолда, анау жүрген Николай Трофимович дейтін мұғалімді шақырып жіберіңізші, тез келсін. Тоқмолда кабинетіне қайта кіріп кетті. Николай Трофимович келгенде ол шала тартылған папиросын столдың бір шетіне мыжып өшіріп, есік жақтағы босағаға лақтырып жіберді де орнынан тұрды. Кел, Николай Трофимович, деді қолын созып. Сәлемат боларсыз, сізді сөйлесейін деп шақыртып едім, пожалуйста, отырыңыз. Тоқмолда сөйлеуіне бөгет болғандай сырт көйлегінің жоғарғы түймесін ағытып, тамағын кеней бір жөтеліп ап, орнына қайта отырды. Ұстарамен шашын тақырлап алдырып тастаған басы терезеден түсіп тұрған күн сәулесімен жалтырай түсті. Көзін әдеттегісінше жыпылықтатып алып, ерні сөйлеуге икемделіп, сәл ашылып жыбырлай түсіп, Николай Трофимовичтің отыруын тосуда. Николай Трофимович тоқмолда отырған столдың шетіне таман тұрған орындыққа қырын қарап отыра бергенде тоқмолда сампылдап сөйлей жөнелді. Николай Трофимович, сіздің не істейін деп жүргеніңізді білуге бола ма? Мынау парктың бір бұрышындағы істеліп жатқан жұмыстарыңыз бітетін жұмыс па, жоқ әлде оқушыларды әлекке сап қоятын бітпес бірдеңе ме? Бұл неткен әурешілік, алдымен осыны айтыңызшы. Николай Трофимович мұндай сөз күтпегендей жүзін оқыс өзгертіп тоқмолдаға қарай бұрылып отырды. Физкультура алаңын жасауға өзіңіз келісім беріп едіңіз ғой? Келісім бергенде мұнша әлекке түсіп оқушыларды желіктіріп әкететініңді мен қайдан білейін? Тоқмолда Николай Трофимовичке сен деп сөйлеп кетті. Турник орнатып қана қояды екен деп қалдым. Жалғыз турниктен физкультура алаңы болмайды. Нағыз физкультура алаңы қандай болатынын енді бір жетіден соң көріңіз. Балалар бос уақыттарында кітаптың бетін ашпай алысып ойнай беретін болды. Киімдерінен де тамтық қалмайды мүмкін. Жығылып түсіп, мойындары үзіледі, немесе аяқ қолдарын сындырып алады. Дене шынықтыру сабағын сол біреулерсіз-ақ жүргізуші еді ғой жұрт. Турник болса жетпей ме? Сабыр етіңіз, біріншіден мен жасатып жатқандардың бәрі де керек. Екіншіден балалардың сабаққа әзірленуіне ешқандай кеселдік келтірмейтін тәртіп орнатамыз. Балалар өз бетімен қалай болса солай барып снарядтарға асыла бермейтін болады. Қайта олардың бос уақыттарын пайдалы өткізіп, сабақты жақсы оқуына жағдай жасаймыз. Жақсы оқу үшін дұрыс демалу керек. Физкультура мен спорт барлық жағынан пайдалы. Ал жығылып түсіп, мойындары үзіледі, немесе аяқ қолдарын сындырып алады деп қауіптенбеуіңізге болады. Николай Трофимович планшеткасын ашып, бірнеше тарақ жазулы қағаз алды да, бір тарағын тоқмолданың алдына тастады. Мынау физкультура коллективінің қаулысы, оқып шығыңыз. Ал мынау секциялардың іс жоспары, танысып, пікірлеріңізді айтыңыз. Тоқмолда томсырайған күйде отырып, қаулыны оқып шықты да. Сендер тінті оқуды ұмытыпсыңдар ғой, деді. Оқу ұмыт болмайды деп Николай Трофимович оның сөзін бөлді. Мына жоспармен танысыңыз. Әр секция расписание бойынша жетісіне 2 рет 1,5 сағаттан ғана жұмыс істейтін болады. Физкультура коллективіне мүше болған оқушыны бір-ақ секцияға қатысатын етеміз.
Барлығы 3 секция ма? Я, 3 секция. Осы жұмыстың бәрін жүргізетін кім? Жүргізетін мына мен, деді Николай Трофимович Тоқмолданың көзіне тіке қарап. Мұның бәрі міндетті сабағыңнан тыс уақытта өткізіледі ғой? Я, міндетті сабағымнан тыс уақыттарда өткізіледі. Тоқмолда біраз үнсіз отырып қалды да. Жарайды, әйтеуір оқушылардың сабақ оқуына бөгет болмайтын болсын, деді. Күн батып барады. Сабақ біткен кез. Класстар бос тұр. Мектеп кітапханасында ғана оқушылар отыр. Көзілдірік киген кітапханашы кемпір почтамен әкелінген бума газет журналдарды столдың үстіне жайып салып жатыр. Оқушылар жабырласып, әрқайсысы өзіне керегін алып оқуға кірісті. Мектеп маңында да көп жүріс жоқ. Парктерге жаңа отырғызылған шыбықтардың жапырақтары ашық көк түсін жойып күреңдене бастаған. Түтеленіп тозған, имиіп сола бастаған шөптерден де күз бейнесі байқалады. Арықтардың жағасына тізіле отырғызылған ағаштар жуандап, салаланып, қаулап өсіп жетіле қоймағандықтан сиреп, талданып көрінеді. Физкультура алаңында 15 шақты оқушылар жүр. Жеңіл атлетика секциясының кезекті сабағы жүріп жатыр. Бір топ оқушы ұзындықтан, енді бір тобы биіктіктен секіріп жүр. Бір бала, бір қыз жүгіретін жолда тұр. Олардың қасында Николай Трофимович бар. Настарт! Әлгі екеуі стартқа тұрды. Дөңгелек қара көзі от шашқан арықтау бала Мұрат еді. Жеңіл атлетикадан болатын аудандық жарысқа бұл мектептен 10 адам қатыспақшы. Мұрат солардың құрамында. Ол қазір 100 метр жүгіруге жаттығып жүр. «Внимание!» деді бір кезде Николай Трофимович. Әлгі екеуі тізесін жерден алып, кеудесін алға жіберіп, аңға шабатын арыстанша сұқтана қалды. «Марш!» деген Николай Трофимовичтің үні саңқ ете түскенде олар жүгіре жөнелді. Мұрат аяқ-қолы безек қағып, құлшынып жүгіріп келеді. Жол ортаға жетті. Сөреге де таянып қалды. Міне жіпке көкірегі тиді. Арынын баса алмай, ол ілгері өтіп кетіп қалды. Бұл кезде оқушылар Николай Трофимовичтің сағатына жабырлап қарауда еді. 10-13,5 секунд, деді Николай Трофимович. «Ура!» деп тұрғандар қолдарын шапалақтап жіберді. 14,5 секунд, тамаша жүгіріс, біз озамыз жарыста, деп шуылдасты балалар. Садық қана үнсіз, әлі демігіп тұрған Мұратқа ала көзімен қарап қояды. Ол жаңа ғана 100 метрді 15 секундта жүгіріп келген болатын. Аудандық жарысқа қатысам ба деп дәмелі еді. Енді болмады. Мұрат озып кетті. Николай Трофимовичке келіп Садық, «Мен тағы да бір рет жүгіріп көрейінші» деп өтінді. Николай Трофимович оған қарсылық білдірген жоқ. Садық тағы да жүгірді. Жанын салып құлшынып самғағандай болып ақ еді, бірақ нәтижесі 15,5 секунд болып шықты. Осыдан соң аудандық жарысқа қатысуды ол ойлаған да жоқ. Ішінде қызғаныш тұтанғандай боп топтан шығып кетті. Мектеп оқушыларының жеңіл атлетикадан болған аудандық жарысында Николай Трофимович бастап барған Қызыл шекара 7 жылдық мектебінің коллективі бірінші орынға ие болды. Мұраттың да қажырлы түрде жаттығуы жемісін көрсетті. Ол 100 метрге жүгіруден аудан бойынша екінші орынға ие болды. Жарыс соңынан Николай Трофимович мөлдір сулы кең арнаның жағасында отырып, шәкірттермен сүйсініп әңгімелесіп отырды. «Адам баласы жеңбейтін қиындық, алмайтын қамал жоқ», дейді Николай Трофимович. Қазақта мынадай бір сөз бар. Бір адам сиырдың жаңа туған бұзауын күніне 3 рет көтеріп, 100 метрдей жерге апарып, қайда әкеліп жүреді екен. Күн сайын осылай дағдыланудың нәтижесінде әлгі адам сол бұзауды құнан өгіз болғанға шейін қиналмастан еркін көтеріп кете береді, дейді. Мен бұған кәміл сенемін. Еңбек жеңбейтін еш нәрсе жоқ. Мен саған, деді Николай Трофимович Мұратты нұсқап. Мынаны айтайын. Орыстың атақты қолбасшысы Суворов жасында сен сияқты нәзік, аурушаң бала болған. Ол 12-13 жастарынан бастап өзін шынықтырумен болды. Суворов жасында мен сияқты болған ба деп көзін қысыңқырап Мұрат Николай Трофимовичке күле қарады. Я, солай, үнемі өзін шынықтырудың нәтижесінде кейіннен денсаулығы күшті, болаттай берік, төзімді болып алды. Солдаттарында осылай тәрбиелеп, боранды суық күндердегі жорықтарда бірге жаяу жүріп, қар төсеніп, мұз жастанып жүрді. Сандов дейтін атлет, ол да жасында талдырмаш арық бала болған. Кейіннен көп жаттығып, үйреніп жүріп, цирктің атақты арыстанымен күресуші балуан болып шыққан. Салмағы 265 килограмм арыстанды екі қолымен көтеріп алып, басынан асыра лақтыратын. Руссель дейтін адам бойшаң да емес, бойы аласалау, ұмытпасам 1,53 болған. Ал ол циркте 1 тонна салмақты көтеріп кететін болған. Осының бәрі еңбектенудің, жаттығудың нәтижесі. Сенің де осылардың біріндей болуың мүмкін. Мұрат аузын ашып, қас қақпай қарап қалыпты. Таңданып, қатты қызығып тыңдап тұр. Сенің де осылардың біріндей болуың мүмкін деген сөзді ойына қатты түйіп қалды.
Әлде қайда алыста бір үміт сағымданып, қызыл түлкіде құйрығын бұлаң еткізгендей болды. Белді бекем буып қуса жететін. Адамның төзімділігінде шек жоқ, дейді Николай Трофимович шабыттана сөйлеп. Тибурин аралындағы және Мексикадағы индиялықтар, оңтүстік Африкадағы бушмендер елікті, қоянды жаяу қуып ұстайды, қайтып жетеді. Біріншіден олар жүйрік халық, екіншіден жүгіре-жүгіре жаттығып кеткен. Қоян мен елік болдырып, ақ көбік төрге буланып, құлағы салбырап тұрып қалғанша немесе жүруге шамасы келмей құлап түскенше қуа береді. Соншама ұзақ жүгіріс олар үшін дағдылы іс. Қарттардан естіген бір қазақ ертегісінде екі аяғына қазандай тас байлап алып қуғанда киікті қия бастырмайтын жел аяқ деген жүйрік болыптымыз. Сондықтан да бұл қазақ халқының да арман еткен өнері болса керек. Қатты таңданғандықтан Мұрат басын шайқап, таңдайын бірнеше рет қағып қойды. Мексикадағы индиялықтар 20 километрлік айналма жолда жиі жарыс өткізіп отырады. Кейбір жарысқа қатысушылар сол айналманы 12 рет айналып шығады. Сонда 12-ні 20-мен көбейтсе 40-20, яғни 240 километр жүгіреді деген сөз. Ойлашы, қанша жер. Ешбір ат бұл жүріске төзбеген болар еді. Айтпақшы, қазақтар той-топырда ат шаптырып бәйгі жасаумен қатар жаяу бәйгі де жасаған ғой. Сөзінің қорытындысында Николай Трофимович: бұл жарыста жүлде алуымыз біздің коллективтің тұңғыш табысы, деді. Біз большевиктерміз, ендеше алға ұмтылып жетіле беруіміз керек. Мектептің физкультура алаңы, гимнастика секциясының мүшелері жиналып жатыр. Бір кезде Николай Трофимович келе жатыр, деді біреу. Балалар снарядтардан тез түсісіп, үсті бастарын түзеп жөнделе бастады. Сол кезде «Становись!» деп айқай салды кезекші. Кезекшінің қолы созылған бағытқа сап түзеп, балалар тізіле қалды. «Смирно, санап шығыңдар!» Бастарын тез-тез бұрып, 1, 2, 3 деп қатарда тұрғандар санап ала жөнелді. Кезекші артына бұрылып, анадай жерге келіп тұрған Николай Трофимовичке қарап, нық адымдап барып, 3 метрде жетпей тоқтады да қолын шекесіне алды. Тренер жолдас, гимнастика секциясының мүшелері сабаққа әзір, келмей қалған ешкім жоқ. Бір спортшы жаңадан қосылды. Баяндап тұрған кезекші Кемелбаев. Николай Трофимович сапта тұрғандарға жақындап келді де: «Саламатсыздар ма?» деді. «Саламат боларсыз, жолдас тренер» деген үн 4 бунақталып бір ауыздан шықты. «Вольно, жаңадан келіп қосылған кім?» Мұрат бір адым алға шықты да: «Мен жолдас тренер» деді. «Батырбаев, сен қайдан жүрсің? Жеңіл атлетиканы тастайын дедің бе?» «Жолдас тренер, 2 секцияға бірдей қатынасқым келеді» деді Мұрат. Жоқ, жолдас Батырбаев, болмайды. 2 секцияға бірдей қатынасудан пайда аз. Біріншіден, уақытың жетпейді, сабақ оқуыңа бөгет болады. Екіншіден, қалжырап шаршап, бар күш-қуатыңды спортқа сарп ететін боласың. Бір секцияны таңдағаның мақұл болар. Олай болса, Николай Трофимович, бүгіннен бастап осы гимнастика секциясына қатысайын. Николай Трофимович өзі де бала шағында гимнастиканы, әсіресе турникке ойнауды сүйетін. Ересектерден көргенін істеймін деп бірнеше рет аяқ-қолын соғып алып қанатқаны да, жығылып түскені де бар еді. Ол көп ойланбай-ақ жарайды деді. Мұрат қуанып кетті. «Сенің боксер болғың келе ме?» деп сұрады Николай Трофимович кенеттен. Мұрат үндемей тұрып қалды. «Жарайды, сен гимнастика емес, бокс секциясына қатынас. Жүре бара көрерсің» деді Николай Трофимович. «Жақында мен бокс секциясын ұйымдастырамын, сенен жақсы боксер шығуы мүмкін». Бокс секциясы да іске кірісті. Балаларға алғашқы кезде бокс аса қызық та, сонымен бірге қауіпті да көрінді. Сырт қараған адамға шоқпардың басындай боксер қолғабымен басы көзге ұрысу сұмдық сияқты еді. Мұрат боксқа зор ынтамен қатынасып жүрді. Үйде де ертеңді кеш көлеңкесімен соғысып жатады. Жіптен секіреді, ақсаңдайды, әйтеуір неше түрлі жаттығулар жасайды. Ол қазір күн өткен сайын толығып келеді. Тұлғасы да кесектеліп қалған. Етті, жеңді, иықты балалардың бірі боп саналатындай жөні бар. Бір күні ол мектептен бокс қолғабын ала келіп, есік алдында самаурын қайнатып жүрген шешесі: «Мұратжан, мынау не?» деп сұрады. «Бокстың қолғабы ғой, осындай да қолғап бола ма екен? Ішіне не тығып тастаған? Қайтып киеді өзін, добалдай ғой». «Бұл суықта киетін қолғап емес, мұны киіп алып жұдырықтасады». «Кім жұдырықтасады?» «Бізде оны бокс дейді, шын төбелес емес, ойын, міне бұлайша киіп аламыз». Папкасын жерге қойып, Мұрат 2 қолғапты 2 қолына киіп алды. Таңырқап қарап тұрған шешесі: «Бұны мен ұрсаңдар өлтірмейсіңдер ме?» деді. «Қатты тимейді апа, ішінде жылқының қылы бар» деді Мұрат қолынан шешіп жатып. «Сіз киіңізші қолыңызға ма?» «Тартары өзің кие бер». «Апатай, киіңізші, сонан соң менің басыма ұрып көріңіз, рас қатты тимейді».
Мұрат жалынып жатып шешесінің екі қолына бокстың қолғабын кигізді де бауын тартып байлап берді. Ұлжан қызық көріп күліп тұр. Ал апа, ұршы енді менің басыма. Қой әрі. Сол кезде үйден қорылдаған дыбыс шықты. Есік ашық тұрған. Ұлжан жалт қараса, плитаның үстіндегі ақ кастрюльдегі сүт тасып, қақпағын селкілдетіп төгіліп жатыр екен. Ұлжан жалма-жан кастрюльді көтеріп алмақ болды. Қолында бокстың қолғабы бар екенін ұмытқан. Қолғап киген қолы кастрюльдің тұтқасынан ұстауға келмей қалды. Сүт асып төгіліп жатыр. Кастрюльді екі қолмен қысып ала беріп еді, қисайып кетіп, қызу плитаның үстіне сүт лақ етіп төгіліп пор етті. Ұлжан сасқалақтап шегіне беріп, кастрюльді тастап жіберді. Кастрюль құлап түсіп, сүттің бәрі ақтарылып қалды. Мұрат та келіп еді, состиып тұрып қалған шешесі. Шығармайтының жоқ, тынымсыз жазған деп ашуға булығып, екі қолын сілкіледі. Мұрат сасқалақтап күліп жіберді. Ызалана түскен шешесі Мұраттың иығына ұрып қалды. Онан соң бір қолымен екінші қолын сипалап, бокстың қолғабы кигізілген қолдарын сөлекет көріп тағы сілкіледі. Қолғапты шешіп тастай алмай әлек болды. Қолындағы қолғаптар түсер емес. Мұрат сықылықтап күліп шек сілесі қатты. Онан әрі күйіп піскен Ұлжан. Шешіп ал мынауыңды деп жекірді. Директордың кабинетін жұлқып ашып, Мұратты дедектетіп, жетектеген Батырбай қарт кіріп келді. Тоқмолда жазуын тоқтата қойып, таңырқай қарады. Директор жолдас, деді Батырбай қария сапылдап сөйлеп. Қарашы мына баланың мұрнына. Мұраттың бір танауы қанға боялып қалған екен. Ар жағынан жылтылдап көрінген қанды ол тартып қойып ағызбай тұр. Бірнеше тамшы ернімен иегін бояпты. Мен түсінбеймін, осындай да ойын бола ма екен? Әлгі Николай дейтін мұғалімдерің өңшең балаларды бір бөлмеге қамап алып, қолдарына добалдай бірдеме кигізіп төбелестіретін көрінеді. Сұмдық қой өзі, фокус үйреніп жүрмін деп, балам аузы мұрны көк ала боп келіп жүретін еді. Сөйтсе осындай сұмдықтары бар екен, бұл қалай? Директор Батырбайдың алғашқы сөзінен кейін-ақ әлденені ішіне сыйғызып сақтай алмай сөйлей жаздап қалып отырды. Бірақ тынбай сөйлеген Батырбай қарт оның аузын аштырмады. Балама бұның не десем ойын дейді. Жеті атам көрмеген бет-аузын талғандап ойнайтын бұл қандай ойын? Бұның аты төбелес емес пе? Қария, деді Тоқмолда, айтып тұрғаныңыз дұрыс, бара беріңіз. Николай Трофимовичпен өзім сөйлесемін. Қария, деп Тоқмолда және бірдеңе айта беріп еді. Жүр, деп Батырбай қарт Мұраттың қолынан сілкіп, директорды тыңдамай баласын ертіп шығып кетті. Мектептен бері шыққан соң Мұрат: әке, деді, түсінсеңізші. Қандай ақыл айтпақсың, деп әкесі шақшақ ете түсті. Қарағым-ау, тұмсыққа берілгеннен не пайда табасың? Бұл спорт қой, деді Мұрат. Николай Трофимович, шынығасыңдар, шыңдаласыңдар деген. Басқа спортың аз ба? Шынығудан кендемессің ғой. Сендер істеп жүргеннің бірін де істемей-ақ өстік қой өзіміз. Барлық істеріңе көніп келемін. Сен де менің бір айтқанымды мақұлдашы. Осы бір төбелесіп ойнағаның маған ұнамайды. Басқаңда жұмысым жоқ, тасташы осыны. Мұрат әкесіне қарсы сөз айта қойған жоқ. Батырбай қария шығып кетісімен Тоқмолда бұрқылдап сөйлеп өз-өзінен әлекке түсті. Столының тартпасын суырып қалып, не іздегенін өзі де білмей сарт еткізіп қайта жаба салды. Безобразие, түсінбеймін, деді есікті сілкіп ашып. Осыдан бір ай бұрын Николай Трофимович физкультура залын жасау туралы айтқанда да Тоқмолда күйгелектеп қалған болатын. Мен саған бөлме бере алмаймын. Келесі оқу жылында оқушылар саны өседі. 6 класс ашылады. Сонан соң барлық бөлмелер класс болады, деп тұрып алған. Николай Трофимович мектепте физкультура залын жасау керек екендігі туралы мәселені педагогикалық советке қойған. Педсоветте мұғалімдердің көпшілігі Николай Трофимовичті қолдап шыққан. Сонымен Тоқмолда амалсыз келіскендей болып еді. Осыдан соң Николай Трофимович ересек балаларды көмекке алып жүріп физкультура залын өзі жөнге келтірді. Кабинетінің есігінде сарт еткізіп жауып, сыртқа қарай қисайып кеткен қара пимасын сүйрете басып, залға шыққан Тоқмолда физкультура залы деген жазу жапсырылған есікке кеп тоқтай қалды. Бұл есікті де жұлқып ашып кіріп бармақ еді, өйткен жоқ. Көкірегінде ашу бұрқырап қайнап тұрса да педагогтік әдеп сақтады. Мұғалім класста сабақ оқытып жатқан кезде қандай адам болса да рұқсатсыз кіруге, мұғалімнің ісіне қандай да бір бөгет жасауға хақы жоқ қой. Николай Трофимовичтің осы кездегі бокс секциясымен жүргізіп жатқан ісі де сабақ тәрізді екенін Тоқмолда жақсы біледі. Тоқмолда қайтадан кабинетіне қарай жүрді. Әлгіде шығып бара жатып қатты жапқан есігі қайта ашылып кеткен болатын. Есікті жайлаңқырап жапты да сәл тұрып қалды. Ойына және бірдеме келе қалғандай кілт бұрылып физкультура залының есігіне тағы барды.
Есікті ашып қалып еді, қолында кішкене чемоданы бар Николай Трофимович оған қарсы жолықты. Саламатсыз ба? Жүріңізші кабинетке, деді Тоқмолда. Берген сәлемін алмай, қатаң үнмен зеки сөйлеуінен ақ директордың ашуланып тұрғанын Николай Трофимович бірден аңғарды. Тоқмолда кабинеттің есігін ашып, алдымен кіріп, табалдырықты аттай беріп, артына бұрылып сөйлей жөнелді. Мен сізге бокс секциясын таратуды бұйырамын. Ол үшін кімге де болса жауап бере аламын. Осы аудандағы бір мектепте де мұндай сұмдық жоқ. Немесе жоғары орындардың оқушыларға міндетті түрде осы үйретілсін деген қағазын көрсет. Сөзін сіз деп бастап енді сенге көшіп кетті. Бұл спорт емес, балаларды төбелеске, тентектікке баулу. Орта мектептерде де мұндай секция жоқ. Ал сіз болсаңыз, Тоқмолда енді сізге қайта оралды. Қаршадай балаларды жинап алып, қойғыластырып, бірін-біріне тоқпақтатып қойып, тамашалап қарап тұрасыз. Өткір қырғыш қазанның түбін теседі дегендей болмақпыз. Әлде бүкіл оқушыларды мектептен қуайын деп жүрмісіз? Мына сұмдықты көрген ел енді балаларын сабаққа жібермей қояды. Бұйырамын, бокс секциясы таратылсын. Тоқмолда терезеге қарай бұрылып, үнсіз тұрып қалып еді. Николай Трофимович ешқандай абыржымай жайлап қана жауап қатты. Директор жолдас, сіз дұрыс істеп тұрған жоқсыз. Екеуміз кеңірек отырып сөйлесуіміз керек болар. Сөйлесетін түк те жоқ, деді Тоқмолда жалт қарап. Таратылсын бокс секциясы. Бокс секциясы таратылмайды. Деді Тоқмолда ернін тістеп, үнін мұрнынан шығарып. Солай ма? Мен сені бұл мектептен қуамын. Оқу ісіне тигізіп отырған зиянкестігіңді әшкерелеймін. Сен педагог болуға лайық адам емес екенсің. Мен 15 жылдан бері мұғаліммін, 2 жылдан бері директормын. Мектептің барлық жұмысына сен емес, мен жауаптымын. Тоқмолда ендігісін өзің біл дегендей Николай Трофимовичке қадала қарап отырып алды. Тоқмолданың сөзі ешбір әсер етпегендей Николай Трофимович әдеттегінше жайлап басып үйіне кетіп бара жатыр. Кабинетінің терезесінен қарап, Тоқмолда оны көріп тұр. Атты әскерлер киетін ұзын шинель Николай Трофимовичті сондай бір әдемі тұлғада көрсетеді. Жалпақ сары қайыс белбеумен белін қынай буынып алған. Ол көлденең көшеге жетіп, солға бұрылды да биік ақ үйді айналып көрінбей кетті. Манадан үнсіз қараумен ғана тұрған Тоқмолда кабинетінен шықты да физкультура залына келіп кірді. Тоқмолда бұға шейін бұл залға бас сұғып көрген емес еді. Есік алдында тұрып, бүкіл үй ішін көзімен шолып өтті. Таңырқап тұр. Өзі аты жөнін білмейтін таныс емес бірнеше снарядтар бар. Олардың кейбіреулерінің қайдан пайда болғаны да мәлім емес. Қабырғаға бірнеше суреттер ілінген. Бірінде бір шаңғышы еңкейе түсіп самғап бара жатыр. Екіншісінде бір қыз кең адымдап жүгіріп келеді. Үшіншісінде бокс қолғабын киген бала тұр. Қоңырау соғылып, коридорға балалар дабырлап шыға бастады. Тоқмолда физкультура залының есігін бекітіп, кілтті әкеп босағадағы орнына іліп қойды да қасынан өтіп бара жатқан баланы Жақан деп тоқтатып алды. Завхозды шақырып келші. Қара фуфайка, мақталы шалбар киген, аяғында қара байпағы, басында сұр құлақшыны бар, кесек тұлғалы қоңқақ мұрын мектеп завхозы жабырқау тұрған Тоқмолданы есік алдында жолықтырды. Бүгіннен бастап физкультура залына от жағылмасын, деді Тоқмолда. Завхоз жігіт неге деп сұраған жоқ, мақұл деп басын изеді. Мектепке кірген балалар кіре берістегі хабарландыру тақтасына көз тікпей өтпеуші еді. Мектеп өміріндегі жаңалықтар мен өзгерістердің алғашқы дабылы осы арада қағылатын. Сол хабарландыру тақтасының алдына ертемен бір топ бала жиналып қалды. Олардың көзі қызыл қарындашпен жазылған аса көрнекті де емес бір парақ қағазда. Бокс секциясының мүшелері. Бокс секциясы уақытша таратылады. Қалғандарыңыз басқа секцияларға мүше болыңыздар. Бокс қолғабын алғандар маған әкеп тапсырсын. Иванов. Осы хабарландыру Тоқмолданың көзіне де бірден шалынды. Бұл кезде барлық кластарда сабақ өтіп жатқан. Тоқмолда төс қалтасынан қарындашты алды да уақытша деген сөздің үстінен иректеп танылмастай етіп сызып тастады. Үзіліс кезінде Николай Трофимовичті бір топ бала қоршап алды. Бұлардың барлығы да бокс секциясының мүшелері еді. Николай Трофимович, бокс секциясы неге таратылады? Уақытша ғана таратылады. Біраз күннен кейін іске қайта кірісеміз. Сол кезде Мұрат былай деді. Николай Трофимович, спорттың бір түрімен шыңдап айналысқан соң, үзіліс жасамай системалы түрде жаттығу керек. Сонда ғана жемісті болады деп өзіңіз айтушы едіңіз ғой. Біраз күннен кейін іске қайта кірісетін болсақ, ендеше бокс секциясын неге таратасыз? Николай Трофимович күлімдегендей болып үнсіз тұрып қалды. Ал шынында тура қараған кісі оның көзінен ешбір күлкінің нышанын көрмеген болар еді.
терең бір ой танылар еді. Бокспен шындап айналысқың келе ме деп сұрады Николай Трофимович Мұраттан. Шындап деп Мұрат құлшына басын изеп. Боксты мен де сүйемін деді Махмұт. Садық және бірнеше балалар да осы сөзді айтты. Боксты шын сүйсеңдер, жақсы боксшы болып шыққыларың келсе, онда әдеттегі расписание бойынша біздің үйге келіңдер, жаттығуды біздің үйде өткізейік деді Николай Трофимович. Николай Трофимович Мұраттың талабына тағы да сүйсініп қалды. Оның зор ынтасы, табандылығы мен алғырлығына бұдан бұрында көп жерде Николай Трофимович ой тастаған. Осы бір арықта онша көзге түсе қоймайтын жұпыны денеде лаулауға дайын тұрған от бар сияқты. Николай Трофимовичтің жаттығуды біздің үйде өткізейік деген сөзіне балалар таңырқасқандай болып еді. Үйде ақ өткізуімізге болады дегеннен басқа Николай Трофимович ештеңе айтқан жоқ. 3 күннен кейін Николай Трофимовичтің ас ішетін үлкен бөлмесі физкультура залына айналды. Сенбі және сәрсенбі күндері түскі астан кейін ортадағы стол дереу ауыз үйге шығарылады да бокс секциясының сабағы өткізіледі. Анна Григорьевна келген балаларды күлімдеп қарсы алады. Бокс секциясы жұмысын осылайша жүргізе берді. Жалғасы бар. Достар, әңгіменің жалғасын алдағы күндерде салатын боламын. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, әдеби арнаның дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.